Ассалаумағалейкум ағайын, қалайсыздар? Құрметті көрермендерім, наурыз айының 13-14 күн бізде ураган жел болды. Соның арқасында свет жоқ, сет жоқ, ештеңе жоқ. Қазіргі күнге дейін бізде әлі свет жанған жоқ. Түркістан облысы Бәйдібек ауданы жүзімдік елді мекенінде андай высоковольтныйлар құлап қалған. Әлі орнына тұрғызған жоқ әлі. Сонда жағдай болып жатыр. Сол енді көрші ауылдардан қырда сет ұстайды шамалы. Сол сіздерге бір видео отчет болсын деп малдарды видеоға түсіріп, көк жайлап өсіп келе жатыр, міне шығып жатыр. Мал уже үйде тұрмайды. Міне 3-4 күн болды. Осылай шығарып жатқаныма қырға жайып. Әлі төлдеп біткен жоқ. Туатын қойлар бар әлі, оншақты. Міне, сол сіздерге бір отчет қылайын дедім. Өткендегі боранда балапанның барлығы енді өліп қалды енді. Жылу болмады, басқа болмады, соменен амал жоқ. Барлығы қырылып қалды. Осы негізі болашақтың бәрі осы ауыл шаруашылығында болып тұрған. Тер кезінде ауыл шаруашылығына өткім келді. Жалпы негізі өзім бала кездегі арманым бұл да. İşte өзіңнің малың, миың тыныш, құлағың тыныш, қырда, жайлауда. Міне барлығы. Оны айнала. Біздің ауылына тура алдыда, қырдың ар жағында біздің ауыл. Осы ауылдан былай қарай. Ауылдың мал жайылатын 8.000 гектар бар. Алдымыздағы көріп тұрған қыр бар ма? Сол қырға дейін. Қырдан кішкене түседі айтпақшы. Соған дейін ауылдың мал жайылатын жер. Ана Алмасбек Садырбаев деген ағамыздың видеоларын көріп тұрам. Содан АСКЗК деген сайттан жаңағыдай көруге болады екен. Қай жерге жайылады, не істейді. Соны бәрін көріп алып, іс-қимыл жасап жатырмыз. Жалпы болашақ осы ауылда даму болып тұр. Міне, сұрақтар болса қойыңыздар. Тауық шаруашылығын кішкене нақтан реттеп олайын. Жан-жағымды сосын кейін қайтадан оны бастаймын қосымша. Бірақ основной осы мал шаруашылығына өтемін. Қойға. Нақтырақ болса осы қой шаруашылығын дамыту. Мына ағай, мендегі жаңалығым осы. Шаруашылықтарыңыз дамысын, тек қана алға. Сұрақтар болса комментарийға жазыңыздар. Жауап беруге тырысам. Енді сет жағы кішкене қиын болып отыр, содан әйтеуір амалдап шығу керек болып тұр. Мендегі бар жаңалық осы ағайын. Күндеріңіз сәтті өтсін, берекелі табысты болыңыздар.